Тыныс алу механизмі. Саналы түрде тыныс алыңыз, және бұл процеске шамамен 10 түрлі бұлшықет тобы қатысатынын ескеріңіз. Бұл бұлшықет топтарына диафрагма және қабырғааралық бұлшықеттер жатады. Тыныс алу үшін қолданылатын негізгі бұлшықет диафрагма, қазақша атауы көкет. Диафрагма өкпе мен қабырғаларды қамтитын кеуде қуысы мен асқазанды қоса алғанда ас қорыту мүшелерін қамтитын құрсақ қуысы арасында орналасқан бірнеше үлкен бұлшықеттерден тұратын күмбез тәрізді құрылым. Қабырғаларды қозғалтатын бұлшықеттер ішкі және сыртқы қабырғааралық бұлшықеттер. Олар қабырғаларға бекініп, олардың арасында орналасады. Ауаны жұту үшін диафрагма жиырылып төмен түседі, ал сыртқы қабырғааралық бұлшықеттер жиырылып, кеуде қуысын көтеріп кеңейтеді. Диафрагма мен сыртқы қабырғааралық бұлшықеттердің біріккен әсері кеуде қуысының көлемін арттырып, өкпені кеңейтеді. Ал бұл кеңею өкпе ішіндегі қысымды азайтады. Бұл ауаның ішке тартылуына әкеледі. Ал тыныс шығару кезінде сыртқы қабырғааралық бұлшықет пен диафрагма босансып, ішкі қабырғааралық бұлшықет жиырылады. Нәтижесінде кеуде қуысындағы қысым артып, ауа сыртқа шығады.